сондай-ақ ұлттық мәдениет пен руханият құндылықтарын қоғамда ілгерілетуге бағытталған тағы бір жоба. Осы жоба аясында кітапханамызда «Парасат жолы адалдық алаңы» атты бұрыш ұйымдастырылды. Бүгінгі біздің қонақтарымыз Көктал ауылдық округінің әкімінің орынбасары Қадырбаев Батырбек Рүстембайұлы, Көктал ауылының ардагерлер қоғамының төрағасы Сұлтанқұлов Сайлау Тұрлығазыұлы, Көктал ауылдық мәдениет үйінің директоры Балғынбаева Айгерім Едікқызы, Көктал ауылдық округінің полиция участок инспекторы Жақыбаев Рауан Бекболатұлы және Мәкеев Қуандық Жұмағұлұлы, Көктал ауылдық округ әкімдігінің жастар ісі жөніндегі әдіскері нұсқаушысы Бектұрған Ераман Талғатұлы. Қош келдіңіздер. Өткен жылдың тамыз айында Антикор ұлттық академиялық кітапхана базасында ғылыми және шығармашылық зиялы қауым өкілдерімен, көрнекті мемлекеттік және қоғам қайраткерлерімен тікелей эфирлер ашылды. Онда олар адалдық, әділеттілік және парасаттылық қағидаларын ілгерілетудің маңыздылығы туралы айтты. Халық арасында кеңінен таралған мұндай кездесулер сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық бастамалардың өзіндік фабрикасы, жастардың белгілі ақындармен, жазушылармен, ғалымдармен, мемлекет және қоғам қайраткерлерімен кездесу орнына айналды. Парасаттылық идеологиясын насихаттау мен ілгерілетудің маңыздылығын ескере отырып, кітапханалар базасында Парасат жолы филиалдарын жаппай ашып, елордалық тәжірибені еліміздің барлық өңірлеріне тарату туралы шешім қабылданды. Парасат жолы жобасының республика орталығын жазушы қоғам қайраткері, елордалық ақпараттық насихаттау штабының жетекшісі Сәдібек Түгел басқарғанын айта кету керек. Кездесуге қатысқан ғылыми және шығармашылық зиялы қауым өкілдері бүгінде ашық орталықтар ел игілігі үшін игі идеялар мен бастамалардың тартылыс нүктелеріне айналатынына зор үміт білдірді. Іс-шара барысында Алик Шветбаев пен Ақтоты Райымқұлова екі ведомство арасындағы өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Тараптар азаматтық қоғамдағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, ел азаматтары арасында парасаттылық пен адалдық қағидаларын нығайту бойынша жедел өзара іс-қимыл жасау үшін өз әлеуетін біріктірген ниетті. Бұл жұмысқа ақпараттық түсіндіру, әлеуметтік тәрбиелік және волонтерлық жобаларға қатысатын кітапхана қызметкерлері, ғалымдар, жазушылар, ақындар, теологтар, дін өкілдері мен танымал тұлғалар тартылатын болды. Өзіңіз білесіздер, Жетісу аудандық алаңы деп оны облыс төрінен басталып, аудандарда енді міне біздің ауылдық округтерде жүріп жатыр. Сыбайлас жемқорлық деген не өзі? Бұл пара беру, бір мемлекетті құлдырату, артқа тұрып деген мағынаны білдіреді. Сол себепті қазіргі біздің жастарымыздың санасына соны кіргізбей алдына алу болып тұрады. Оның алдын алу үшін жаңағы жарыспаса кең көлемде үлкен шаралар өткіземіз. Соны дайындалып жасаймыз. Ол біздің міндетіміз бәріміз.